Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер тарауын бастаймыз. Және бұл видеода біз бір реагенттің немесе өнімнің массасы, құрылымдық бөлшектер саны, немесе ол газ болса, көлемі берілген болса, онда екінші реагенттің немесе керісінше өнімнің біз массасын, құрылымдық бөлшектер санын және көлемін табуды үйренеміз. Енді бұл тарау химиялық реакция теңдеулері бойынша есептеулер деп аталатындықтан біз химиялық реакция теңдеулері бізге қандай мәлімет беретінін талдап кетейік. Химиялық теңдеу бізге белгілі бір химиялық өзгерісті көрсетеді. Химиялық теңдеудің сол жағына біз реакцияға қатысатын, яғни реагенттерді көрсетеміз, ал химиялық теңдеудің оң жағына біз реакция өнімін көрсетеміз. Сонымен қатар, массаның сақталу заңы бойынша біз химиялық теңдеулерді теңестіру керекпіз. Теңестірген кезде біз химиялық теңдеудегі заттардың алдына коэффициенттерді қоямыз, және коэффициенттер бұл химиялық теңдеудің сол жағында және оң жағындағы атомдардың санын теңестіруге бізге көмектеседі. Бұл коэффициенттер бізге реакциядағы молекулалардың, немесе бұл атомдар болса атомдардың, бұл иондық құрылымы бар заттар болса сол иондық құрылымдық бірліктердің салыстырмалы санын көрсетеді. Мысал ретінде мына химиялық теңдеуге қарап өтейік. Бұнда азот сутекпен әрекеттесіп аммиак түзейді. Егер біз осы теңдеуге молекулалық деңгейде қарайтын болсақ, көріп тұрғандай азоттың алдында коэффициент 1, біз оны көрсетпейміз. Бұл молекулалық деңгейде бұл химиялық реакцияда 1 молекула азот 3 молекула сутекпен әрекеттесіп 2 молекула аммиак түзейтінін көрсетеді. Ал молярлық деңгейде бұл теңдеу бізге 1 моль азот 3 моль сутекпен әрекеттесіп 2 моль аммиак түзейтінін көрсетеді. Неге біз молекулалық деңгейден молярлық деңгейге былай көше аламыз? Себебі есіңізде болса, молекулалар саны және зат мөлшері бір-біріне пропорционал болып келеді, және молекула санын мольге көшіру үшін біз осы молекула санын авогадро санына көбейтеміз. Яғни 1 моль азотта бізде авогадро санындай азот молекулалары бар екен. Тап солай, 3 моль сутекте 3 көбейтілген авогадро санындай молекула сутек бар, және 2 моль аммиакта 2 көбейтілген авогадро санындай молекула аммиак бар екен. Енді сонымен қатар молекулалық деңгей мен молярлық деңгеймен қоса біз осы теңдеуге олардың массалық қатынастарын да таба аламыз. Егер біз мына зат мөлшерді оның осы заттардың молярлық массасына көбейтетін болсақ, бізде 28 грамм азот 6 грамм сутекпен әрекеттесіп 34 грамм аммиак түзейді екен. Және егер сіз реагенттердің массаларын қосып салыстыратын болсаңыз, көріп тұрғандай, реакцияның сол жағында бізде 34 грамм зат болды, реакциядан кейін 34 грамм зат түзілді. Енді химиялық теңдеудегі бізге коэффициенттер олардың зат мөлшерлерінің қатынасын көрсетеді, және біз оны стихиометриялық қатынас немесе стихиометриялық эквивалентті шамалар болып келеді. Стихиометриялық қатынасқа анықтама беретін болсақ, бұл кез келген химиялық реакциядағы заттардың арасындағы мольдік, массалық, немесе бұл газ болса көлемдік қатынасын көрсетеді. Яғни біз осы теңдеуге олардың молекулалық деңгейдегі, молярлық деңгейдегі және массалық қатынастарын көрсеттік. Бұл осы теңдеудегі стихиометриялық қатынас болып келеді. Біз сонымен қоса мына зат мөлшерлерді барлық заттар газ болғандықтан оны көлемге де ауыстыра аламыз. Енді стихиометриялық қатынастың мағынасы неде? Стихиометриялық қатынас бойынша бізде осы теңдеуде 1 моль азотқа 3 есе көп, яғни 3 моль сутек керек болып тұр. Бұл не деген сөз? Егер мен 1 мольның орнына 10 моль азот алатын болсам, маған бұл реакцияны жүргізу үшін 3 есе көп сутек қажет болады, яғни маған 30 моль сутек қажет. Және егер біз азот пен аммиактың мольдік қатынастарын салыстыратын болсақ, бізде 1 моль азоттан 2 есе көп, яғни 2 моль аммиак түзіледі. Тап солай, егер мен 10 моль азот алатын болсам, 10 моль азоттан және 30 моль сутектен бізде 20 моль аммиак түзілу қажет. Яғни біз стихиометриялық қатынасты қолданып, белгілі бір реагентпен
қанша бізге реагент мөлшері керек екенін, немесе сол реагенттердің мөлшерінен қанша өнім шығатынын біз есептей аламыз. Бұл бізге тек қана химия сабағында емес, лабораторияда және өнеркәсіпте өте маңызды болып келеді. Енді біз осы стихиометриялық қатынасты қолданып, азоттың белгілі бір зат мөлшері берілген болса, біз аммиактың зат мөлшерін есептеп көрейік. Бұл үшін сіз келесі алгоритмді қолданасыз. Егер сізге белгілі бір зат мөлшері белгілі болса, онда біріншіден сіз химиялық теңдеуді жазу керексіз, немесе химиялық теңдеу берілген болса, онда сіз химиялық реакция теңдеуі бойынша олардың стихиометриялық қатынасын тауып, пропорция арқылы табу керек заттың зат мөлшерін таба аласыз. Мысалы, бізге мына есепте 1,57 моль азоттан қанша аммиак түзілетінін табу керек. Реакция бойынша біз жаңа талдағандай 1 моль азоттан 2 моль аммиак түзіледі. Бұл көріп тұрғандай азоттан қарағанда 2 есе жоғары. Егер маған 1,57 моль аммиак берілсе, онда 1,57 моль азоттан қанша аммиак түзілетінін бізге табу керек. Бұл стихиометриялық қатынастан көріп тұрғандай бізде 2 есе көп аммиак түзіледі. Егер санап көрсеңіздер, бұл 3,14 моль шығады. Немесе бұл сізге қиын болса, сіз қарапайым пропорция арқылы шығара аласыз. Яғни бізге аммиактың зат мөлшерін табу керек. Онда біз 1,57-ні 2-ге көбейтіп 1 мольге бөлеміз. Аммиактың зат мөлшері 1,57 моль. Көбейтеміз 2 мольге. Және бөлеміз 1 мольға. Моль мен моль қысқарады, жауабымыз 3,14 моль шығады. Бұл мысалда бізге реагенттің зат мөлшері беріліп, өнімнің зат мөлшерін табу керек. Алайда кейде бізге оның массалары, құрылымдық бөлшектер саны, немесе бұл газ болса, оның көлемі берілуі мүмкін. Мысалы, массасы 1,4 грамм бутан жанғанда пайда болатын көмірқышқыл газының массасын есептеу керек. Егер сізге осылай масса берілген болса, біріншіден сіз массаны, немесе құрылымдық бөлшектер саны, немесе көлемді әрдайым зат мөлшерге көшіру керексіз. Яғни бізге бутанның зат мөлшері берілген, мен бутанның малярлық массын қолданып, оның зат мөлшерін тауып көремін. Бутанның массасын бөлеміз оның малярлық массасына. Яғни 1,4 граммды бөлеміз 58 грамм мольға. Грамм мен грамм қысқарады. Жауабымыз 0,24 моль шығады. Енді көріп тұрғандай, бізге бутанның зат мөлшері белгілі. Біз стихиометриялық қатынасты қолданып, бутанның осы зат мөлшерінен қанша көмірқышқыл газ шығатынын есептеп көрейік. Бізге берілген заттың зат мөлшері белгілі. Енді біз реакция теңдеуі бойынша бізде 2 моль бутаннан 8 моль көмірқышқыл газ түзіледі. Бұл қанша есе жоғары, немесе қанша есе төмен? Бұл бізде 4 есе жоғары. 0,24 моль бутан берілген болса, менде 4 есе көп СО2 түзілу керек. Немесе біз пропорция арқылы шығара аламыз. 0,24 8 мольге көбейтіп, 2 мольге бөлемін. Бұдан көмірқышқыл газының зат мөлшері 0,96 моль шығады. 0,24 мольге қарағанда 4 есе жоғары. Алайда бізге есептің шарты бойынша көмірқышқыл газының массасын табу керек. Бұны сіз таба аласыз. Біздің каналымызда зат мөлшері бойынша есептеулер плейлистінде берілген зат мөлшері бойынша заттың массасын табу видеосы бар. Көмірқышқыл газының бізге массасын табу үшін біз берілген зат мөлшерді
оның малярлық массасына көбейтеміз. 0,1096 мольді көбейтеміз 44 грамм-мольға. Менде 4,125 грамм шықты. Бұл бізде есептің жауабы. Енді осы стихиометриялық қатынасты қолданып, көбірек жаттау есептерді шығарып көрейік. Бізге массасы 1 грамм глюкозының тотығу кезінде түзілетін судың массын анықтау керек. Бізге алгоритмнің бірінші қадамы берілген зат мөлшерін табу керек. Бізге глюкозының массасы берілген, сондықтан мен глюкозының зат мөлшерін табамын. 1 граммды бөлеміз глюкозның малярлық массасына, бұл 180 грамм-моль. Менде 0,0056 моль шықты. Егер біз миллимольмен беретін болсақ, бұл бізде 5,156 миллимольге тең екен. Себебі милли дегеніміз бұл 10-ның -3 дәрежесі. Енді глюкозның берілген зат мөлшерін және стихиометриялық қатынасты қолданып, осы зат мөлшерден шығатын суды таба аламын. 1 моль глюкоздан берілген реакция бойынша 1 моль глюкоздан бізде 6 моль су түзіледі. Яғни маған 5,156 миллимоль глюкозы берілсе, қанша су түзіледі? Стихиометриялық қатынас бойынша 1 мольден 6 моль түзіледі. Бұл 6 есе жоғары. Яғни менде тап солай 6 есе көп су түзілу керек 5,56 миллимольда. Немесе біз пропорцияны қолданып, 6-ға көбейтіп 1 мольге бөлеміз. Миллимоль деп қалдырамын мен, оны 6 мольге көбейтеміз. Және 1 мольға бөлеміз. Бізде көріп тұрғандай моль мен моль қысқарады, және жауабымыз миллимольмен беріледі. Менде 33 миллимоль шықты. Енді бізге судың массасын табу керек болғандықтан, мен осы берілген зат мөлшерді оның малярлық массасына көбейтемін. Енді миллимольдің орнына сіз миллимоль деп қалдыра бере аласыз, немесе мен оның орнына 10-ның -3 дәрежесі деп жазайын. Моль, және біз оны көбейтеміз. Малярлық масса 18 грамм-мольге. Сонда бізде моль мен моль қысқарады. Енді мұнан бәрін калькуляторда есептесеңіз, менде шамамен 0,600 грамм шықты. Бұл бізде есептің жауабы. Келесі есеп. Қатты литий гидроксиді ғарыштық аппараттарда ғарышкерлер шығаратын көмірқышқыл газын сіңіру үшін қолданылады. Литий гидроксиді көмірқышқыл газымен әрекеттескенде қатты литий карбонаты және сұйық су түзіледі. Массасы 7 грамм литий гидроксиді қанша грамм көмірқышқыл газын сіңіре алады екен? Бұл есепте бізде біріншіден реакция теңдеуі берілмеген. Алайда реакция теңдеуін жазу үшін бізге мына сөйлем берілген. Біз мына сөйлемді қолданып реакция теңдеуін жазып көрейік. Бізде қатты литий гидроксиді, яғни литий OH, бұл қатты күйде көмірқышқыл газын сіңіріп, яғни көмірқышқыл газымен әрекеттесіп, бұл CO2 бізде газ. Қатты литий карбонаты, литий карбонатының формуласы литий 2 CO3, күй қатты, және сұйық су түзіледі, яғни H2O сұйық. Енді реакцияны теңестіріп көрейік. Бірінші литийден бастаймыз. Бізде реакцияның оң жағында 2 атом литий бар, реакцияның сол жағында 1, сондықтан мен 2 коэффициентін қоямын. Енді
көміртек атомдарын санап көрейік. Бізде реакцияның сол жағында және оң жағында бір көміртек атомы бар. Сутек 2 атом және оттек бізде мына жерде 2, литий OH-та 2-ге көбейтсек 2, яғни толығымен 4 атом. Ал мына жақта бізде 3 және су молекуласында 1. Бұнда да 4 атом оттек. Яғни реакция теңдеуі бізде теңестіріліп тұр. Енді сұрақ, массасы 7 грамм литий гидроксиді қанша грамм көмірқышқыл газын сіңіре алады? Бұл үшін біз тап солай стихиометриялық қатынасты қолданамыз. Және ең біріншіден бізге берілген массаны зат мөлшерге көшіру қажет. 7 граммды зат мөлшерге көшіреміз. Литий гидроксидінің массасын мен оның молярлық массына бөлемін. Яғни 7 грамм бөлеміз 24 грамм мольге 0,29 моль шығады. Енді қараңыз, реакция теңдеуі бойынша бізде 2 моль литий гидроксиді 1 моль көмірқышқыл газын сіңіре алады. Бұл 2 есе төмен. Яғни менде 0,29 моль литий гидроксиді бар болса, ол қанша моль СО2 газын сіңіре алады екен? Бұл жауап 2 есе төмен. Пропорция бойынша табу үшін мен 0,29-ды 1-ге көбейтіп 2-ге бөлемін. Менде 0,145 моль көмірқышқыл газы шықты. Яғни 7 грамм литий гидроксиді 0,145 моль көмірқышқыл газын сіңіре алады. Бірақ бізге массасын қанша грамм екенін табу керек. Бұны табу үшін мен оның молярлық массына көбейте саламын. Яғни 0,145 мольді көбейтеміз 44 грамм мольге 6,142 грамм көмірқышқыл газы шықты. Бұл біздің есептің жауабы. Және соңғы жаттығу, автокөлік қауіпсіздік жастықтары натрий азидінің тез ыдырауынан ашылады. Бұл реакция теңдеуі бізге төменде көрсетілген. Натрий азиді ыдыраған кезде натрий және азот газы түзіледі. Бұл азот газы осы қауіпсіздік жастықтарын толтырады. А пунктінен бастайық. 1,150 моль натрий азиді ыдыраған кезде қанша моль азот түзіледі? Маған натрий азидінің зат мөлшері беріліп тұр. Мен тек қана реакция теңдеуін тағы да жазып шығамын. Реакция теңдеуі бойынша көріп тұрғандай бізде 2 моль натрий азидінен 3 моль азот түзіледі. Бұл санасаңыз 1,5 есе жоғары. Енді маған 1,5 моль берілген болса, азоттың зат мөлшері қанша екен? Пропорция бойынша 1,150-ді мен 3 мольге көбейтіп, 2 мольге бөлемін. Моль қысқарады бізде. 2,125 моль шығады. Яғни менде 2,125 моль азот түзіледі екен. Келесі Б пункті. 10 грамм азот газын түзу үшін қанша грамм натрий азиді қажет? Маған мына есепте өнімнің массасы берілген. Осы өнімнің массасын қолданып, мен натрий азидінің массасын тауып көремін. Ең бірінші қадам, бізге масса берілген болса, зат мөлшерге көшіру керек. Бізге азоттың массасы берілген. Мен оның зат мөлшерін табу үшін 10 граммды азоттың молярлық массасы бұл 28 грамм моль бөлеміз. Енді 0,136 моль азот шықты. Енді осы зат мөлшерді және стихиометриялық қатынасты қолданып, біз қанша натрий азиді қажет екенін таба аламыз. Мен осы теңдеудегі пропорцияны қолданайын. Енді бізге 1,5 моль емес, бізге керісінше
азоттың зат мөлшері берілген 0,36 моль. Пропорция қолданамыз. Енді мен 0,36-ны 2 мольге көбейтемін және 3 мольге бөлемін. Яғни натрий азидының зат мөлшері тең болады. Моль қысқарады. 0,124 моль шықты. Енді есептің берілгені бойынша маған массаны табу керек. Натрий азидының массасын табу үшін табылған зат мөлшерді оның молярлық массына көбейтемін. Яғни 0,124 мольді біз көбейтеміз оның молярлық массасына. Натрий азидінің молярлық массасы 65 грамм моль. Моль қысқарады, жауабымыз граммен шығады. Менде 15,6 грамм шықты. Бұл бізде Б пунктінің жауабы. Келесі С пункті. 300 литр қалыпты жағдайдағы азот газын алу үшін қанша грамм натрий азиді қажет? Бұл Б пунктіне өте ұқсас. Тек қана бізге Б пунктіне азоттың массасы берілді, енді азоттың қалыпты жағдайдағы көлемі берілді. Бірақ алгоритм тап сондай. Яғни маған азоттың зат мөлшерін табу керек. Бұл үшін берілген көлемді оның қалыпты жағдайдағы молярлық көлемге бөлемін. Бізде 300 литр берілген көлемі. Ал газдар үшін қалыпты жағдайдағы молярлық көлем 22,4 литр мольге тең. Берілген көлем арқылы зат мөлшерін табу, немесе керісінше зат мөлшері арқылы көлемді табу бойынша видео біздің зат мөлшері бойынша есептеулер плейлистінде берілген. Менде 13,4 моль шықты. Енді реакция теңдеуін тағы да жазып шығайын. Үш моль азот түзілу үшін 2 моль натрий азиді қажет. Ал 13,4 моль азот түзілу үшін қанша натрий азиді қажет екен? Пропорция бойынша 2 мольді 13,4-ге көбейтеміз. Және 3 мольге бөлеміз. 8,93 моль және оны массаға көшіреміз. 8,93 мольді оның молярлық массасы 65 грамм моль, жаңа Б пунктінен тапқандай. Моль қысқарады, жауабымыз граммен шығады. Менде 580,45 грамм шықты. Бұл бізде С пунктінің жауабы. Енді бұл видеода біз сіздермен стихиометриялық қатынаспен таныстық. Стихиометриялық қатынас бұл химиялық теңдеудегі, осы химиялық теңдеуге қатысатын барлық заттардың өнімнің мольдік, массалық немесе газ болса көлемдік қатынастарын көрсетеді. Және біз осы стихиометриялық қатынасты қолданып берілген масса, зат мөлшері, көлемі, құрылымдық бөлшектер саны арқылы басқа заттың параметрлерін таба аламыз. Бұл видео бойынша сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийіңізға жазыңыздар. Бұл видео ұнаса, лайк батырмасын басуыңызға ұмытпаңыз. Біздің каналымызға жазылыңыз.